Танымал журналист, тележүргізуші Дана Нұржігіт әлеуметтік желідегі парақшасында өзі үшін үлкен жаңалық болған оқиғасымен бөлісті. Тележүргізуші жақында жасаған іс-әрекеті өзіне таңсық болғанын жеткізді. Жатар алдындағы ойлар ғой, кеше өзім үшін үлкен жаңалық болған оқиға басымнан өтті. Бұрын-соңды жасамаған ісім, үлкен форумға қатысуым керек еді. Таңертең басымды көтере алмай ояндым. Алда қандай күн болатынын біліп, ұйымдастырушыларға қоңырау шалдым. Шынымды айттым, басымның солқылдап, жүрек айнып, жағдайымның болмай тұрғанын жеткіздім. Тұтқанның ар жағындағы адам мені естімеді. Түсінемін, бәрі ең алдымен өз жағдайын ойлайды ғой. Менің алдын ала ескерткенім дұрыс дегенім жайына қалды. Сенің қалыңды ойлайтын ешкім жоқ екен. Осы кезде мен өмірімде жасамағанымды жасадым. Не болса да эфир үшін жанымды қинаушы едім. Бұрын сөз бердің бе, өл, тал, жаса дейтін едім. Осы жолы отырған орнымнан тапжылмай солқылдаған басымды орап алып, бүк түсіп жатып алдым. Мұндай Дананы мен жаңа көріп тұрмын. Менің жаны ұшырып жүгіргенім үшін басыма ешкім көк тас орнатпайды. Өмірі өзегім талып шапқылаймын да жүремін. Тұра алмай жатырмын дегенді естіген құлақ жоқ. Осы жолы мен өзіме керекпін, алдымен өзімді жарылқап алайын дегенім айып емес шығар. Біреуге қуат беру үшін өзің жанып тұруың керек. Тәнің ауырып, жаның қуыс боп тұрса, неңді бересің? Мұндай кезде тек өзіңді таңда дедім өзіме, деп жазды ол. Ол осы жолы жағдайдан кейін өзін айыпты сезінбегенін айтты. Осыдан кейін білесіз бе, тіпті баяғыда өзімді өзім жеп қоя жаздайтын кеудеңдегі құрт та өліп қалғандай тым-тырыс болды да қалды. Айыпты болдым, ұят болды деген ой мазаламады. Мен жоқ дей алатын болыппын, өзімді таңдайтын болыппын деп рахаттанып қалдым, деп жазды ол. Кім не ойлайды деген азаптан азат болғаннан артық не бар, деп жазды журналист Дана Нұржігіт сөзін түйіндеп.